Проверка звука. Раз, два, три. Чек, чек. Раз, два. Раз, два, три. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you very much. And Но не всегда. Они звучат, но тем не менее сегодня Бүгін әйтседе бүгін біз бүгін осыны талқылайтын боламыз. Бізде бүгін 3 қонағымыз бар біздің. Осы мәселелерді талқылайтын. Ол Біріккен ұлттар ұйымының рөлін талқылаймыз. Әсіресе Орталық Азиядан, Евроладан. Мирослав, сіз өзіңіз таныстыратынсыз ба? Яғни бір-екі сөзбен. Сізге рахмет, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің атым Мирослав Төнші. Мен Яңы екі жақты халықаралық қатынастарда жұмыс істедім. Чехословакия республикасында. Мен сонымен бірге Словакияда, Мексикада, Венесуэлада, Колумбияда мен жұмыс істедім. Совет одағы кезінде істедім, оны облысында жұмыс істедім. Мен өңірлік орталықты басқардым. Яға дипломатиялық, Орталық Азияның дипломатиялық қызметтерінде жұмыс істедім. Ашхабадта істедім. 2015 жылы Біріккен ұлттар ұйымында істедім, Еуропа өңірлігі бойынша. Сонымен бірге мен ол кісінің тәжірибесі өте көп. Мирославпен қатар сіздер you special representative. Роза, яғни бірке Еуропалық одақтың арнайы өкілі Her current role болып табылады. Қазіргі ағымдағы жұмыстары осы. Қазір Орталық Азия бойынша жұмыс істейді. Қазіргі уақытта ол гибридті қауіперлер туралы бойынша жұмыс істеді. Финляндияның министрлігінде ол сонымен бірге Ресей, Орталық Азияда да жұмыс істеді. Закавказьеде елші болып істеді. Сонымен бірге Индия, Оңтүстік Азияларда жұмыс істеді. Оның тәжірибесі өте ауқымды. Сонымен бірге Хикабедзе, сізбен бірге Біріккен ұлттар ұйымының басы орталығының директоры, олмен бірге ол кісінің тәжірибесі 40 жыл халықаралық дипломатиядағы. Сонымен бірге ол кісі бақылаушы, яғни екі үлкен державаның екеуінде қарым-қатынастары жөніндегі өкілі, сонымен бірге геосаяси динамикалық жөніндегі мәселелермен айналысқан. Сонымен Біріккен ұлттар тарапынан жұмыс істеді. 2006 жылдан бері ол кісі консультант болып жұмыс істейді. Аппарат басшысы болып істейді. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Қазір біз мұнда не себепті келгенімізді айтайық енді. Біз бұл жерде жиналып отырған себебіміз, біз осы Біріккен ұлттар рөлін білу үшін келдік. Бүкіл әлемдегі олардың рөлін, қазіргі қақтығыстарын жолын кесу арқылы кесу мәселесін талқылауға келдік. Сонымен бірге біз таңертеңгі сессияда біз естідіңіздер. Яғни бүкіл әлемде болатын қақтығыстар туралы естідіңіздер. Оның болашақтағы перспективасы қандай болады? Біріккен ұлттар ұйымының бұған қандай рөлі бар? Сол мәселелерді талқыладық. Обсе бұл осы ірі мәселелерді қарай алмайды. Әлемдегі соғыс туралы мәселелерді қарай алмайды. Сондықтан да Біріккен ұлттар ұйымының бұл рөлі зор бұл жерде. Ол бақылаушы ретінде ғана істей алады. Обсе қазір алдымызда қандай сын қатерлер тұр? Біздің осы ғасырда
осы мәселелер неге біріккен ұлттар ұйымы неге құрылды дейтін болсақ, бұл біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио осы қазіргідегі дағдарыстар туралы айтты. Бүкіл үлкен державалар арасында қақтығыстар туралы айтты. Сонымен бірге бұл қақтығыстардың бәрін біз қақтығыстардың алдын алуымыз керек. Сонымен бірге өткен айда Хиросимада өзі қауіпсіздіктің бәрін реформалау керектігін айтты. Ол айтып кеткенде біріккен ұлттар осы үлгілер өзгеруі керек дейді. Ол біріккен ұлттар ұйымы қалай өзгеру керек? Оның сөзін айта келтіретін болсақ, яғни ғаламдық қаржылық архитектура біздерде ескіріп отыр. Қазіргі уақытта оларды жаңарту керек. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының сөзі бұл. Сонымен бірге мінекей пандемия болды, Украинаға Ресейді соғыс ашу мәселелері бар оның ішінде. Яғни ғаламдық қауіпсіздік мәселелерін бәрін біріккен ұлттар ұйымы шешу керек. Байден айтып кеткенде бізге міне тұрақты жаңа мүшелер керек біріккен ұлттар ұйымына. Яғни жаңа қарым-қатынастар жасауымыз керек деді. Сонымен бірге біз талқылау үшін, мен қазір әңгімені әрі қарай жалғастыру үшін Давидке береміз, сөз берейік. Сіз айтыңызшы, сіз бас хатшының сөзімен келісесіз бе? Қандай реформалар жүргізілу керек біріккен ұлттар ұйымында? Мен бұл сұрақтарға жауап беремін. Біз кішкене бір провокациялық сұрақтар бұл деп айта аламыз. Біз ең алдымен сіздерге, мен осы Қазақстанда, Астанада болғаныма өзім сондай қуаныштымын. Мен осы тиісті, осы халықаралық ол форумның ашылуына қатысқаныма да мен сонда өзі бақыттымын деп есептеймін өзімді. Бұл жақсы бір дер кезінде жасалған дүние деп есептеуге болады. Әрине бір басшылармен келісе аламын. Мен қалай олармен мен олардың айтқанын бәрімен келісемін, олар қарсы шыға алмаймын олармен. Бұл терминдердің терминологияларын өзгерту керек. Бірінші, біріккен ұлттар ұйымы деп айтамыз. Мысалы, біз айтатын болсақ, бұл не нәрсе болып жатыр? Біз қандай ұлттармен сөйлесеміз? Мысалы, Енші мырза, басқа да 10 шақты мың басқа да оның мүшелері бар. Біріккен ұлттар ұйымының қосымша қызметтерін атқарады. Егерде ол жерде ол елдің мүшелері қатысады, онда яғни қордың агенттігі бағдарламалық қаржылық. Яғни соның ішінде айтатын болса, мүмкін сіз 5 мүшесі туралы айтып отырған шығарсыз, оны тұрақты түрдегі. Біз әзірше осыларды анықтамайынша, біз яғни саусағымызбен айтып көрсете алмаймыз бұл мәселелерді көрсететін болсақ. Әрине біз яғни бас хатшының сөзімен келісемін. Өйткені қауіпсіздік кеңесі осы проблемаларды реформалау керек деген кезде ол әуелі өзін реформалау керек. Яғни оның өзін реформалау керек. Әрине екі анахронизм бар бізде. Осы кішкентай шағын бөкілетте қарайтын болсақ, біріккен ұлттар ұйымының жарғысында. Бұл анахронизм біріншісі, бұл термин мемлекеттік жаулар, дұшпандар деген термин. Екіншісі, бұл тұрақты мүшелердің мысалы жасырындылығы. Біз бұл да анахронизм деп айтуға болады. Яғни бұлардың бәрі ескірген терминдер. Бұл яғни қауіпсіздік кеңесіне өздерінің жұмысын атқаруға кедергі келтіреді. Ол негізі 46 жылы құрған кезде де сол кедергі келген болсын, әлі де сондай жағдайда. Сонымен бірге біз 43 жыл болған ұйыммен жұмыс істеп жатырмыз. Яғни екі полярлық әлемде. Бұның бәрі дүние жүзінде қазір бәрі өзгеріп жатыр. Осы мәселеге басқа қырынан келуге болады. Яғни көп қырлы ынтымақтастықтар
болды. Яғни бұл өкінішке орай Біріккен ұлттар ұйымы осы функцияларды өзіне ала алмады. Бас хатшы да солай. Ол екінші мерзімге сайланған жоқ, бас хатшы. Біз осы Хелги Шмидттің жаңа жоспарлы отырыста, біз жалпы отырыста естідік, яғни Біріккен ұлттар ұйымының тетігі, механизмі бар және басқа да механизмдері бар пайдаланылмаған. Яғни мен сіздің көп уақытыңызды алғым келмейді. Екінші бір айтайын дегенім, соңғысы терминологияға қатысты. Бұл яғни осы концепцияларды біз тыңдаған кездегі арасында мысалы алшақтықты байқаймыз. Бұл негізінен көп тармақты ынтымақтастық бұл, ал екіншісі оны халықаралық ұйымның халықаралық құрылымын туралы. Егер бұл жерде бір шамалық, яғни түзетуге келмейтін шағын бір қателіктері бар, өйткені дүние танымдық жағынан көп жақты, көп тарапты қаралған кезде, Біріккен ұлттар ұйымының мүшелері қараған кезде, жан-жақты қараған кезде, олар бір кедергіге тап болған сияқты, олар немесе бір ірі сын-қатерлерге тап болып отыр, катастрофаларға. Яғни Наполеондық соғыстарда бірінші, екінші дүниежүзілік соғыстар болды. Бұл проблемаланың мәселесі осының бәрі танымдық көзқарасқа байланысты. Егерде біз осы тағы бір катаклизмге жол беретін болсақ, ол дүние жүзінде ол біз үшін ең соңғы катаклизм болмақ. Сондықтан осы катаклизмдерден аулақ болу керек. Бұл мысалы болашақтағы ұрпақтарымызды соғысты көрмеу болмау керек ұрпақтарымызда. Егер басқаша айтатын болсақ, бұл катаклизмде мысалы аулақ болуымыз керек. Егер біз кезген соғыс туралы айтатын болсақ, ол өте бір маңызды, ол жерде мәселелер бар, катаклизмдер бар. Бүгін ұйым бұл жөнінде жұмыс істеді. Давид, көп рахмет. Сіздердің осы өзіңіздің көзқарасыңызды айтқаныңызға рахмет. Екінші момент бұл, яғни мойындай білу. Яғни қауіпсіздік кеңесі тарапынан өзі мойындай білуі өзінің қателіктерін. Бізге қандай реформалар керек Біріккен ұлттар ұйымына? Бұл отырған мысалы адамдарда болуы мүмкін, осы залда келіспейтін онымен бірге қол көтер десетін болсақ, ешкімде қол көтермесе де қазір. Оның себебі біз Біріккен ұлттар ұйымының екінші ұлы дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. Ол кездегі жағдай тіпті басқаша болатын. Мысалы Африка бүгінгі күні осы қалпында Африка ол кезде болған жоқ еді. Сонымен ол кезде олардың сол кездегі жағдайларды көрсеткен болатын, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдайды. Ал қазір 80 жыл өткеннен кейін жағдайлар тіпті өзгеріп кетті. Ал құрылымдар бұрынғыша өзгермей қалды. Әрине сөз жоқ, бұл реформа талап қайтылып қана қоймайды. Мен сонымен бірге бұл реформалар кешігіп қалдық жасауға. Егерде белгілі бір ережелер бар, мысалы, яғни Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген бір ережелері бар. Осылардың бәрін өзгеру керек. Сондықтан да 5 тұрақты мүшесінің келісімімен ғана бұл реформаны жүргізу керек. Әрине, бүгін Дэвид сонымен бірге айтып кеткенде, бұл анахронизм, ескірген бұл терминдер деп айтуға болады. Осы проблеманы қалай шешуіміз керек енді? Егінде, мысалы, ұлттар лигасы деген, мысалы, алатын болсақ, ол бұның тұрақты мүшелері болған жоқ, мысалы. Сондықтан оған қол қойды, қарсылық қол қойды. Бұл екінші дүниежүзілік соғысы, бұл үлкен катастрофа болды. Бұл негізгі талап бұл жерде. Яғни бірлесіп талқылау керек бұл мәселелерді. Мен бүгін астаналық форумдарда диалог болып жатқаны қуаныштымын. Бұл диалог
Әлбетте керек бізге бірге. Біз бір-бірімізге деген сенімді қалай орнатуымыз керек осы ағымдағы жағдайда. Яғни дүниежүзілік ынтымақтастық орнатуымыз керек. Біз Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын айтуымыз керек. Яғни принциптеріміздің бірегейлігін білдіруіміз керек. Сондықтан да бар жан-жақтан осының бәрі жүзеге асырылу керек. Яғни мүшелер тарапынан осыны ұстанымды болу керек, осы ұстанымда. Яғни визионерлік құжаттарда бұл, яғни Біріккен ұлттар ұйымынан болашақты қалай көре алады, соны белгілеу керек. Сондықтан, яғни бейбітшілікке қол жеткізу үшін жаңа бағдарлама болу керек. Бұл осы жұмыстың бір бөлігі деп есептейміз. Ал біздің бағдарламамыздың аясында біз болашақты, болашақ ұрпақтардың қауіпсіздігін қалай қорғаймыз біз? Яғни соғыстың болмауын қалай жасай аламыз біз? Сол үшін әрине сөз жоқ, бізге реформа керек. Сондықтан да Біріккен ұлттар ұйымы кейбір бағыттарында біршама жұмыс істеуге тиіс. Енді осы жағдайларда шиеленістерді жеңілдету керек. Яғни Біріккен ұлттар ұйымын қысқарту туралы айтатын болсақ, бұл қажет емес қазіргі уақытта. Оның ауқымын кеңейтуіміз керек. Мысалы, қыркүйекте мәселе көтеріледі. Мемлекет басшыларының қатысуыменен болады. Қыркүйек айында осы Біріккен ұлттар ұйымы мәселесі туралы. Бұл әлемдік басшыларға кездесуге, кезек күттірмес мәселелерді талдауға мүмкіндік береді бұл кездесулер. Біз Давид Мирославты тыңдаған кезімізде, бұл яғни Біріккен ұлттар ұйымының 46 жылдан бері тұрақты мүшелері өзгерген жоқ. Олардың бесеудің үшеуі бірге Еуропа одақтан, біреуі Африкадан, біреуі Азиядан, Азия өңірінен бірақ қана мүше болды. Бұл жерде біз қандай реформа туралы айтуымызға болады? Сіз үш мүшесін айттыңыз, Біріккен ұлттар ұйымының, оның біреуі Еуразиялық болу. Бүгін өте мен қуаныштымын осы жерде болғаныма. Шындап келгенде мен өз жолдастарыммен келістім осы Астанаға келуге. Бұл өте өзге дер кезінде жасалған бұл шара болып есептелінеді. Біздер кездесіп отырған проблемалар өте өзекті проблемалар. Бірнеше жылдар бойы біздің өмірімізден бірнеше жылдарды өшіп қалған сияқты. Яғни 20 жылға қарай қазіргі уақытта біздер осы мақсаттар қойған болатын. Сол мақсаттарға жету үшін үлкен проблемалар алдымызда тұр. Мысалы, климаттың өзгеруі, Еуропада қақтығыстар, соғыстар, Еуропалық одақ үлкен донор болып есептеледі. Оның 25% әлем Еуропалық одақтан көбісі осы бейбітшілікті жақтаушылардың көбісі Еуропалық одақтан. Сондықтан да біз бас хатшының ұсынысын, сөздерін біз қолдаймыз. Яғни әлемде бейбітшілікке қол жеткізу туралы айтқан. Әрине біз осы бағытта біраз жұмыс істеуіміз керек. Біз осы келуіміз, яғни одақ ретінде, донор ретінде, біздің нағыз партнер ретінде келіп отырмыз. Бұл проблемалар әрине біз осы ұйымдар туралы айтып отырмыз. Яғни олар проблемалары бар, немесе өздерінің қызметтерінде табысқа қол жетпей отырған ұйымдар туралы айтып отырмыз. Біз бұл тиісінше, егер дұрыс болмай бағытта кетіп баратса, бірге Еуропалық одақ туралы айтуға болады. Бізде қазір уақытта Біріккен ұлттар ұйымы деген біз Біріккен ұлттар ұйымының бір бөлігі болып табыламыз. Яғни 193 ел мүше болып табылады Біріккен ұлттар ұйымына.
тиісінше егер де саяси ерік жігеріміз болмаса, біріккен ұлттар ұйымын реформалауға. Өйткені біз яғни барлық саяси жетекші басшылардың тарапынан қолдау табу керек бұның бәрі. Әрине осының бәрі осы яғни қауіпсіздік кеңесі төңірегінде болу керек мәселелер. Бұл міндет әрине оңай емес. Егін тұрақты 5 мүшеде айтатын болсақ, олардың кеш келген шешімге олардың құқығы бар. Бұл жерде ол сол проблема болады. Европалық одақ реформа керек екенін дұрыс деп есептейді. Бұл сөзсіз бұл қауіпсіздік кеңесіне қатысты болу керек. Яғни бізге ашықтық керек. Біз талқылауымыз керек бұл жағдайда. Қалай шығу керек екені. Өткен біріккен ұлттар ұйымының жарғысында өте қажетті өзгеріске түсу керек. Қазір болып жатқан жан-жақта соғыстар көбейіп кетті. Яғни ол қарардың ережелері өзгеріп жатыр, қазір бұзылып жатыр. Сонда Европалық одақ өздері жағынан реформалау кезінде өз тарапынан бұған өз үлесін қосады. Бұл бәрі яғни бұл талқылау, бұл шын айтқанда осыны ойластыруымыз керек. Тек Европалық одақ қана оған мысалы қатысу керек емес. Сонымен бірге бұл маңызды мәселелер болғаннан кейін басқалар да осыған қатысу керек. Яғни Европалық одақ осы қауіпсіздік кеңесінің бір мүшесі бола алады. Мен сіз кешіріңіз, сіздің сөзіңізді. Сізде айтып кеттіңіз саяси ерік жігер туралы. Ол қайдан алынады? Бұл саяси ерік жігерлер қайда бағытталу керек? Саяси ерік жігер қолайлы өмір құру үшін, қауіпсіз өмірді құру үшін, яғни орнықты дамып отырған қоғамды құруға қажет. Енді менің бұл жерде өте сенімсіздік туындырады. Бұл жерде ешқандай әлемде орнықты даму арқылы өту керек шығар. Әлемде барлық дамудың әрі осы жерде адамның құқығына да байланысты қаншама істерді қарастыруымыз қажет. Сонымен қатар біз адамның құқығы бойынша мәнбе-бап декларацияны қарастыруымыз керек. Енді осы аспаппен біз қай жерге келгенімізді көріп отырсыздар. Осы жерде бізге түбегейлі талқылаулар қажет болып отыр. Көріп отырсыздар. Сонымен қатар осы бағытта жасалып жатқан өзге жұмыстарды көріп отырсыздар. Яғни біріккен ұлттар ұйымының барлық күн тәртібіндегі жұмыстар. Дэвид, мен сізге қайтадан келетін болсам, осы біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі жайында. Сізге бүгінгі таңда 2023 жыл бұл біздің осы біріккен ұлттар ұйымының легитимдігінің жұмыс істеуін қарастыра ма, өзгертпей ма? Осы жердегі оның доминантты өзге батыс күштерімен доминантты түрге күшке түсе ала ма? Осы жерде маргиналды елдермен бірге бәсекелестікке түсе ала ма? Енді мен қай жерде бастасам екен деп ойлаймын. Әрине барлық сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Осы жерде мен тікелей айтқым келеді, өз ойымды ашық айтқым келеді, сонымен бірге маргиналды тұрғыда да айтқым келеді. Осы жерде жаңа Тоқаев мырза айтып кеткендей, мен сіздерге өз ойыммен бөліскім келеді. Бүгін өзімнің көз қарасымен бұның барлығысын қалай жасау керек екендігіне өз тұрғымнан айтқым келеді. Жалпы бұл жерде оған қол жеткізу мүмкін емес. Өйткені осы қауіпсіздік кеңесінің мүшелері қол жеткізе алмайды. Бірақ біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мүшелері бұл жерде барлық қатысушылармен шешім қабылдану керек. Ол бас ассамблеяға ұсынылу қажет. Ал менің жалпы түсінуім бойынша жерде үлкен 20-лықтардың жиналуы, африкалық, сонымен қатар өңірлік 20 өңірлік 5 өңірге бөлінген мемлекеттер қатысуы қажет деп ойлаймын. Бұл жерде осы жерде толығымен 35 мүшенің тұрақты мүшелерсіз
вето құқығысыз бәрі қонтас, бәрі қатысу қажет. Әрине бұл фантазия сияқты, бірақ сонымен қатар адам зат осындай деңгейге жету қажет деп ойлаймын. Осы жерде осындай қол жеткізу үшін үлкен ынталандырудың бірі бұл бізде осындай құм үстінде ойнап отырған мүмкіндік жоқ, бір-бірімізге қарап отыратын, бір-бірімізді өзімізге әрқашанда бір-бірін итермелеуден басқа ешқандай. Біз өте нашар жаққа қадам барамыз. Мен оптимистпін, бірақ сонда да мен көптеген көзқарастарға ортақтаспаймын. Мен осындай пессимистік тұрғыда ала отырып өзіме, мен осы қазіргі уақытта не болып жатқанына сырт көзбен қарап отырмын. Осының барлығысы маған үшінші әлемдік соғысқа алып келеді деген ойдамын. Меніңше, әрине ұлттар лигасы біздің бірінші әлемдік соғыс, екінші әлемдік соғыстан кейін құрылған болатын. Мүмкін бізге осындай үшінші соғыс, дүниежүзілік соғысты басымыздан өткермейміз деген ойдамын, бірақ мен бұл жерде өте мұқият болар едім. Өйткені ұлттар лигасы дұрыс қолданылды. Ұлттар лигасы, мысалы айтсақ, бұл кішкене бір мүгедектігімен қолданылған болатын. Осы жерде ақш оның мүшесі болған жоқ еді. Одан кейін Германия кетіп қалды, Россияны шығарып жіберді дегендей. Енді біз ешқашан қабылдамағанбыз. Әрине бұл ұлттар лигасы қандай да бір осы әлемде болып жатқан затқа деген өзінің бір әсер, реакциясы еді. Енді бұның салдары, мысалы босқындар комитеті сияқты жұмыс жасады. Енді осының енді меніңше аналогиясы дұрыс емес салыстыруымыз бұл жерде. Біз біріккен ұлттар үйін жабу керек деген сөз емес бұл жерде. Өйткені бізде қазіргі уақытта осындай перманентті мүшелері, осындай қандай да бір кішкентай буклетті ашатын болсаңыздар, бұрынғы ескірген терминдерді алып тастасаңыздар, осы кітаптың көлеміндей ғана құрай алатындай бір жұмыстар. Оның өткендегі Рональд Рейган өзінің парламентке бекітуге келген қаржысындай болып көрінуі мүмкін. Енді біз оны жасай алмайтын шығармыз. Ал Мирослав, сіздің ойыңызша? Осының менің ойым сізге сол блогта, мысалы, вето құқығы бойынша айтайын деп тұрмын, сұрайын деп тұрмын. Осы жерде менің бір-екі сұрақтарым бар. Тек қана вето құқығы емес, сонымен қатар қаншама реформалау бойынша қауіпсіздік кеңесінің қаншама жұмыстар жүргізіліп жатыр. 20 жылдан астам жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кешегі күн тәртібіндегі немесе бір жыл бұрынғы күн тәртібіне қарасақ та бұл қарастырылған мәселе, яғни ұзақ мерзімді қарастырылып жатырған мәселелер. Сонымен қатар бірінші бұл әрине вето құқығы, екіншісі өкілдіктер туралы. Енді 35 өкілі туралы, мүшесі туралы айтып кеткен еді жаңа ғана. Ал өңірлік өкілдіктер, континенттің өкілдіктері, әрине бұның барлығысы үлкен анахронизм. Әсіресе Африка, Латын Америкасы олардың тұрақты түрде қатыспайды, көрсетілмейді. Бізде Индия бар, әрине, Үндістан. Осылардың қай статистикаға қарайтынымызға байланысты немесе тіпті ең көп тығыз орналасқан әлемдегі ел қарастыруға болатын еді. Енді сұрақтар өте көп, мәселе өте көп. Оның барлығысын біздер сұрастырып, Европалық кеңес тарапынан сұрастырып, талқыланып жатыр. Ал тұрақты мүшелер туралы айтатын болсақ, Францияға келейік. Осы Франция елі өзінің орнын Еуропалық одаққа бере ала ма? Әрине, бұл риторикалық сұрақ, бұл өте риторикалық сұрақ. Меніңше, біз барлығымыз білетіндей, жауаптың қандай болатынын білетін сияқтысыздар. Менің айтқым келгені, бізде тұрақты мүшелер бар. Қандай бар, сондай бар. Біз оларды ауыстыруға тырысып жатқан жоқпыз. Мысалы, бізге қазіргі уақытта қандай да бір саяси күш-жігер керек.
басшылық ету үшін. Яғни бұл жерде нақты түрде жұмыс істеу үшін түсінік керек. Осы халықаралық құқыққа, жарғыға қарап жұмыс істеу, яғни осы нормаларды құрметтеу және іске асыру болып табылады. Екіншіден, біз саяси ерік-жігер туралы айтқан кезде, сіздің көзқарасыңыз бойынша, мысалы, жаһандық проблемаларды қарастырған кезде сіз бас хатшыға көз сілтедіңіз. Бұл яғни қаржыландыру бойынша басқа, яғни ковидтан кейінгі уақыттағы өз қалпына біз артта қалып отырмыз осы мәселелер бойынша. Яғни өткенде СУР бойынша саммит өтті. Яғни бұл жерде осы мүше мемлекеттерге осы мақсаттарына жетуге мүмкіндік беруге қолдау көрсету керек болды. Яғни жаһандық сын қатерлер бар. Олардың барлығысын әлемде осы әлем бойынша қатысушы мемлекеттердің бірігіп жұмыс істеу қажет. Яғни бұл жерде бүгін оны біз бәріміз түсініп отырмыз, осы қаншалықты тәуекелдердің бар екенін. Енді мен алдындағы сұраққа келетін болсам, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы өзінің айтуынша Біріккен ұлттар ұйымы көптеген проблемаларға, мәселелерге келіп отыр, туындап отыр. Яғни Қытай, Америка, Ресейге байланысты мәселелер туындап отыр. Осы жайында сіз не айтар едіңіз? Сіз маған айтып отырсыз ба сұрақты? Әрине, сізге айтып отырмыз. Осы сұрақтарды, мәселелерді қалай шешеміз? Әрине, бұның барлығысы бас хатшымен айтылған. Оның ойынша осы мәселелерге жалпы күн тәртібі туралы айтып кетті мен жаңа ғана. Сондықтан да осы болашақтағы саммит енді қауіпсіздік үшін жаңа күн тәртібі дегеніміз не? Яғни бұл қалай осы Біріккен ұлттар ұйымын қалай трансформациялау деп айтайық, яғни әлемдегі бейбітшілікті қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін, яғни әлемді қаншалықты қауіпсіз ету үшін не қолдануға, қандай әрекеттер қолдану керек. Біріккен ұлттар ұйымының барлық күш-жігері осы бағытта, яғни ядролық рефлектор туралы айтып кетуімізге болады. Енді Құдай сақтасын, мұндай жағдай ядролық қару-жарақтың болмауына тырысу қажет. Оны қаншалықты қандай да бір мүмкіндік табуымыз қажет осы мәселеден, осы сұрақтардан болдырмау үшін. Яғни ядролық қарулардың ешқашан қолданылмайтынына біз тырысуымыз қажет қазіргі күннің өзінде. Сондықтан да бұл өте нақты мақсат. Яғни барлық ядролық қару-жарақтан құтылу, оның алдын алу қажет. Жарғыда осы примитивті құжат ретінде қолданамыз. Болашақ ұрпақ осындай қандай да бір орны толмас қиындықтарға келмес екен деген ойдамыз. Соңғы уақыттарда біз көптеген қақтығыстар көріп жатырмыз бұдан бұрынғы қарағанда. Сондықтан да осыны дұрыс қолдануымыз қажет, реттеу тетіктерін. Яғни шоғырландыру, медитациялау, яғни жұмыстары бойынша жұмыс істеу керек. Яғни осы Біріккен ұлттар ұйымының офисінің, бас хатшысының офисін осы мақсатта, осы бағытта қолдану қажет. Яғни біз енді гендерлік мәселелер туралы айтқан жоқпыз, әйел адамның рөлі туралы айтқан жоқпыз. Егер қандай да бір қақтығыстарға келетін болсақ, әйелдер осы жерде, осындай қақтығыс кездерінде ең диспропорционалды түрде көп қиындықты көріп жатыр ер адамдарға қарағанда. Енді біз оны ары қарай да жалғастыра аламыз, яғни климаттық өзгеруіне байланысты мәселелер. Енді сіздер өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой. Осы жерде әлемде бейбітшілікті қамтамасыз ету рөлі, немесе оны болашақта қалай осы күшін пайдалануға болатындығын өздерің қарап отырсаңыздар, осы жерде осындай қауіпсіздікті іске асыруға, әлемді қауіпсіздігін, бейбітшілікті қауіпсіздік етуге бұл айналысу деген үлкен мәселе. Осы көптеген мәселелердің барлығысы тек қана жаһандық деңгейде ғана шешіле алатын. Яғни осы Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отқан платформаның негізінде ғана жүзеге асыруға болады. Яғни осындай деңгейде
егер зиян келтірмесе, қандай да бір қақтығыстардың тоқтататын болса ғана біз жүзеге асыра алатын боламыз. Яғни біз осы жерде Біріккен Ұлттар ұйымының технологиясы әлемді екі жүйеге бөлу үшін қаншама сұрақтар. Біз басқа сұраққа кетіп жатқан сияқтымыз. Яғни сіздердің салқын майдан соғыс кезіндегідей Біріккен Ұлттар ұйымы күрделі жағдайға ұйымға түсіп келіп отыр. Қазіргі уақытта сондықтан да оның қызмет етуі екі есе болу керек екендігін түсінеміз. Сіздер мен әлемге деген жаңа күн тәртібі деген сөзді естіген кезде менің басыма тек бір сұрақты, яғни қайттарын білетіндеріңіз бар ма? Айрықша күн тәртібі деген құжатқа не болған естеріңізде ме? Бұл құжат ешқандай мойындарына алмады жауапкершіліктерін. Көптеген бас хатшының осы жағдайдағы көзқарасы, бұл картинадағы, бұл жағдайдағы проблема мынандай. Осы мүше мемлекеттер өздерінің жаңа инновациялық ойларымен, идеяларымен, жобаларымен келу керек. Ал бас секретар осы жерде бұл жақсы идея, біз оны іске асыра аламыз деп айту керек. Ал сіз бұл жерде осы жерде ешқандай жұмыс көрмеген кезде, ұсыныс болмаған кезде бас хатшы өз жаңа ұйымды қайтадан реформалауға көшеді. Яғни сонымен бұл жерде мүше мемлекеттер бюджеттерін кесіп, қысқартып жатады. Бір қағидатты органнан екінші қағидатты орынға ауыстыру, оның барлығысын осы біз реформалау екен деп көрсетіп жатады. Әрине, бұл өте өкінішті, бұл реформалауға жатпайды ешқашан. Яғни бұл бюджетті кесуді туралы мен мысалы негізгі донорлар деген терминге тоқталғым келеді. Яғни 1991 жылдағы жағдайға келетін болсақ, бұл жерде жеткілікті түрде екі полярды әлемде болдық. Яғни мүше мемлекеттер қаржыландыруды өткізді. Осы қаржыландыру баратын жеріне нақты барып отырды. Енді қазіргі уақытта әлемнің өзгеруіне байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының бюджеті қысқартыла бастады. Және 22 донор пайда болды. Олар қосымша қаржыландыруға қатысып отырды Біріккен Ұлттар ұйымына. Міне біз бюджетті қысқарттық, бірақ сіздерге осы жерде қаржыландырамыз деп. Бізге қосымша қаржыландыру қажет осы жоба үшін деп келіп отырды. Демесе бізде жақсы адам бар, осымен басқаруға жақсы адамымыз бар деп келген. Бірақ ол бүгінгі таңда өте проблемалық жағдай. Қазіргі уақытта қауіпсіздік кеңесіне келетін болсақ, бүгінгі таңда біз 5 тұрақты өкілі бар. Осы жерде бас хатшының айтуы бойынша, яғни жұмыс істемейтін болып отыр. Қауіпсіздік кеңесі жалпы осы мүше мемлекеттер қандай да бір проблемалық мәселелер болған кезде сыртқы алаңда олар осы жерге келу керек еді. Сол үшін құрылған еді. Осы кабинетке келіп, жаңағы өркениетті түрде өздерінің мәселелерін талқылауға келу керек еді. Өкініштісі, керісінше бұл жерде қауіпсіздік кеңесіне олар өздерінің проблемаларын алып келеді. Енді қазіргі күнде осы қауіпсіздік кеңесінің жағдайын өздеріңіз көріп отырсыздар. David, just a personal question, because you are retired, I think, from the UN now. You know the Secretary General better than Сіздер бұл жерде жұмыс істеп отырған жоқ. I've interviewed him twice before he was Secretary General. But what is his thinking now? Because he's being extremely vocal, isn't he, about a number of issues. Is that a sign of, you don't have to answer, a sign of frustration, or he just feels hemmed in, or he feels he can't do anything about what is happening? What is his mindset? I wouldn't purport to know the Secretary General any better than Miroslav would. Miroslav would know him much better because he is Assistant
Secretary General, and he is in contact with the Secretary General much more often, and that's why I asked especially you, not Miroslav. in view of his position in the Department of Political and Peacekeeping Affairs. I would not venture there. What I may say would be just my personal observations, but I defer to my All right, senior colleague. No personal observations. Miroslav, do you want to get personal, or would you like me to move on? I mean, I would be interested in how you think he's feeling, what his attitude is at the moment. Look, Stephen, you can ask me anything. I think that this is what this audience is waiting for. So Exactly. I actually have like 5 pages of prepared answers. I can go to them, but I'm sure that it will not be that interesting. First, yes, he is frustrated. And I think that he shows it when he speaks about those challenges, that they are not moving ahead. But on the other hand, he is the leader of the global organization, and he has responsibility. This is why he has come with the ideas, with our common agenda, a new agenda for peace. And I wouldn't be so skeptical about original agenda for peace by Boutros Boutros-Ghali. Many things happened. Actually, in the 90s, I would like to say that it was, you know, a beautiful example of cooperation among states. Situation started getting worse later on. Obviously, we need something new. But there are also, you know, there are some positive sides as well. Look, Sharm el-Sheikh, COP27 last year, you know, it was possible to find agreement on loss and damage fund. It was seen, you know, as unthinkable some time ago, and it happened. So, you know, climate agenda is here. COP. Бұл климаттың өзгеруі қазір қиып отыр. Яғни коп ол Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болып табылмайды, сондықтан қазір Эмираттарда. Ал қазір мысалы мына проблемалардың өсіп қазір күннен күнге көбейіп жатқаны мына катастрофалар туралы болып отыр, қазіргі болып отырған. Яғни ол айтты ғой, мысалы халықаралық қаржылық ұйымдарды реформалау керек деді. Бүгін біз сол Гансен Георгийдің сөзін тыңдадық. Біз бүгін әлем қандай ненің алдында тұр, қандай жағдайдың алдында тұр деп айтқан болатын. Бүкіл жүйені мысалы өзгертуіміз керек деді. Яғни оның басқа жағында көруіміз керек. Бұған әне сын көзбен қараймыз бұған біз әрине. Сондықтан да осы мемлекеттік мүшелері туралы айтып отырмыз Біріккен ұлттар ұйымының. Расында да біз ең алдымен бұл мүшелер, бұлар яғни ұйымның иелері болып есептеледі. Сонымен бірге бұлар өздерінің арасында және бас хатшының ортасында өзара қарым-қатынастар болуы керек жақсы. Олар бір қайсы бір инициатива, бастамашылықтарды айтылуы керек. Бұл теке ғана жай құжат қана емес, дайындалып қойған. Ол яғни бір мысалы хатшылықтың мысалы бір офисінде ғана дайындалған құжат емес. Бұл үлкен процесс, яғни оңға мүшелердің арасындағы консультациялардың жемісі болу керек. Өңірлік ұйымдармен бірлесіп, облысының ұйымдарыменен бірлесіп жасалуы керек. Бүгін оның басшысы бүгін сөз сөйледі. Біз бұл үлесті, қосылып жатқан үлесті біз бағалаймыз әрине. Бұл процесс, консультация процестері, біз консультацияны аламыз біз болашақта. Осы жағдайды қалай өзгертуіміз керек, біз сол жағын ойластыруымыз керек. Қазір біздің кезігіп отырған жағдайды. Ал кейде айтады, мысалы, бұндай процестер бір көп қыруар уақытты қажет етеді деп есептейміз. Міне мен Біріккен Мирослав жаңағы айтқан функциялар белгілі ме, олардың қызметтеріндегі жұмыстары, оның бәрі бүкіл дүние жүзінде ортақ па, олардың бәрі, біз соны айтатын болсақ, сіз қалай есептейсіз? Яғни біз өте көп, яғни біз сынайтын жақтар көбейіп кеткен жоқ па деп қалай ойлайсыз? Мысалы, міне демалыс күндері 3 күн бойы мен осы ақпараттарды зерделедім. Оның ішінде 3 мәселеге көз жүгірттім. Яғни ынтымақтастық
мынау қызметкерлердің ынтымақтастығы, яғни Біріккен ұлттар ұйымының агенттігінің мәселесіне көбірек назар аударды мен. Менің өзім жеке тәжірибем негізінде, менімше, біз осы яғни жерлердегі жұмыстарға сіздер қарайтын болса, Біріккен ұлттар ұйымының түрлі ұйымдарының жұмысына қарайтын болсақ, онда көптеген жақтарын оңтайландыру керек міндетті түрде. Көптеген ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдары, олар жұмыстар өте онша тиімді емес. Осының бәрін біз талқыладық. Осыған қатысты реформалардың бірі осы жағын жандандыру керек сияқты. Енді ол жағын жандандыру қазір жүріп жатыр. Яғни өңірлік үйлестірушілер бар, жергілікті жерлердегі үйлестірушілер, Біріккен ұлттар ұйымының институттары бар. Оның бәрі бір адамның қол астында жұмыс істейді. Сондықтан да олардың бәрін үйлестіру керек. Сондықтан қаржылық тұрғысынан да үйлестіре білу керек осылардың бәрін. Біз бенені қаржыландыру жетіспейді, мысалы, барлығын қаржыландыруға қаражат жетпейді бізде. Бұл осы ұйымдарда. Бұл яғни реформаның мақсаттарының бірі шығар деп ойлаймын осы. Бұл жұмысты одан әрі жалғастырамыз, өйткені осы донор ретінде біз сонымен бірге біз сондай сенімді партнерлармыз деп есептейміз өзімізді. Біз кейде көреміз, мысалы, бағдарламаларды, күн тәртібіне көп, бір-бірін қайталайтын бағдарламалар көп кездеседі. Бұл жөнінде, мысалы, бәсекелестіктер пайда болады ұйымдардың ортасында. Яғни осы талқылауға жататын проблемалардың бірі, ол мәселелер жөнінде қазір талқылауларда жүріп жатыр. Осын айта кеткеніміз жөн. Бұл дипломатиялық процестердің бір бөлігі болып табылады. Егер бұны талқылау аяқталатын болса, атыс басталады ма деп айтқан кезде. Бұл менің негізгі тәжірибем айтып отырғаным. Бұл жалғыз ғана тәсіл, яғни бір нәрсеге біз бір дәрежеге жетуіміз үшін біз азаматтық қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Біз сондықтан өзіміз қабылдаған шешімге, мысалы, жауапты болуымыз керек. Бізде қаражат жетпейді, ал мысалы ақша жетпейтіндіктен басқа да проблемалар жетерлік. Әрине, менің уақытым шектеулі, мен өзім түсініктемемді айтып жатырмын. Сізге өте, сіз бір оңтайлы, сіз мысалдар келтіріп айттыңыз. 90 жылдары сіз яғни Камбоджадағы Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігінің жұмысына көшкен болатын біз 90 жылдары. Яғни тиісінше осы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін дұрыс пайдаланып білу керек. Джордж Буштың, Джеймс Бейкердің кезінде бұл жұмыстар жүргізілді. Ол сол кезде барлық елдердің өкілдерін барды, сонымен бірге қауіпсіздік кеңесіне барлық жерінде демек болып қайтты Пекинде. Пекин, мысалы, ол қалыс қалды, 13 адам дауыс беріп, 13 бір ұйым, біреуі кешікті ұйымдардың. Біз қазір соны, мысалы, 3-ші жылға ауысып отырмыз. Қазір бұл да сонымен бірге бұл тиісінше біз қандай дипломатиялық жұмыстарды жүргізу керек, бізге жақсы дәрежеде жүргізуіміз керек. Біріккен ұлттар ұйымы бұған, мысалы, көңіл бөлмейтін нәрселер де бар. Мысалы, бірін-бірі үйлестірушілер нәрселерде айтатын болсақ, бұл тұрғыдан біз Қытай мен Ресей, Американың көзқарасына қарсы болып қана қойған жоқ, сонымен Германия да сол кезде қарсы болған болатын. Яғни қауіпсіздік кеңесінің тұрақты өкілі бола тұрса да, Францияның қорғаныс министрі өзі оны келген кезде оны елдер қол шапалақтап қарсы алды. Біз оны айтып отырған себебіміз қауіпсіздік кеңесінің жұмысы ол өте көп күш-жігерді жұмсауды қажет етеді. Яғни келіссөздерге көбірек қол жеткізуге мүмкіндік береді. Егер қайсы бір
сіздің оппоненттеріңіздің бірі сіздің ұсынысыңызға қарсы болатын болса, яғни сіз қарарға қарсы болатын болса, сіз айтасыз, онда мыналармен қалай жұмыс істеуге болады деп ойлайсыз, деп ойлайтыныңыз анық. Жан Мирослав жақсы мәселені көтерді, мынау келіссөздер туралы. Яғни бас хатшы бізге енді тиянақты түрде және батыл қимылдауымыз керек деді. Бұл үшін біз яғни келіссөздерді әдістерін пайдалануымыз керек. Мысалы өзіңіз қараңызшы, мысалы әртүрлі деңгейлер, әртүрлі жолдары бар. Мысалы ол біз қандай проблемаларға байланысты оның түрлі қырлары бар. Мысалы, яғни тұрақты дамыту жөнінде айтатын болсақ, бұл қыркүйекте өтеді. Бас ассамблеяның отырысында қыркүйекте қаралатын болды. Сол кезде сол Біріккен ұлттар ұйымының барлық мүшелері қатысады. Бәрі солар қол қоятын болды. Қол қояды. Жоғары деңгейде талқылаймыз сол мәселелердің бәрін сол кезде. Яғни жандандыру керек осы жұмысты. Яғни ресурстар табуға тырысу керек, оларды іске асыру үшін. Немесе мынау мемлекет мүшелері бәрі жиналып, осының бәрін талқылап, зерделеу керек. Осыған қалай да қол жеткізу керек екендігі туралы. Қазір саммитте бас хатшы біз қарайтын болсақ, астық мысалы мәмілесіне келетін болсақ, Америка тарапынан және мәміле жасайтын болсақ, бұл кезде Украина мен Ресей, Турция, Біріккен ұлттар ұйымы бәрі бір-бірімен қиысынды жұмыс істеу керек. Осы самолетке отырып, осы мәселені шешуде ұшып кезген жерге ұшып бару керек. Оның арнайы өкілдіктері бар, осы мәселемен айналысатын орталық Азияда. Өңірлік орталықтары, осылардың бәрі жұмыс істеу керек. Мысалы, мен сол алғашқы осы орталықтағы жұмысқа қатысқан болатынмын. Бұл өте шағын ғана Біріккен ұлттар ұйымының кішкентай ғана құрылымы болды. Ол бюджеті бары $3 миллион ғана доллар. Бұл әрине, бұл өте қажет профилактика үшін. Бір шешімге келу үшін қиын мәселелерді талқылауда. Шешуде адамдарда бір-бірімен түсіністік керек. Мысалы, этникалық қақтығыстарды шешу үшін, мысалы, шекаралардағы мәселелерді, мысалы, сол өңірлік орталықтар шешу керек. Мысалы, сіздің, яғни соның тәсілдерін, модальдығын әртүрлі форматтарда, яғни осы проблемаға қатысты оның функционалдығы кеңірек болуға тиісті. Егер Біріккен ұлттар ұйымындағы соңғы келісімдерге келетін болсақ, біз ол мәселелерді шешу үшін, қақтығыстарды тоқтату үшін біз қыруар күш-жігер жұмсау керек. Мысалы, бір Пакистанда су тасқыны болған кезде, мінеке Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы өзі ұшып барып көрсетті, мысалы, қаншалықты бұл мәселе өте ауқымды екенін. Өте ауыр трагедия болды. Ол бас хатшының жұмысындағы бұл бір ғана мысал келтіріп отырмыз. Яғни кез келген келіссөз жүргізушілер, яғни бизнесте болсын, қайда болсын, қайсы бір ресурстарды да шешу үшін ресурстар жұмсау керек, яғни мәмілелерді жасау үшін. Мысалы, господин Феришті алатын болсақ, ол өте осы
дипломатиялық қаражаттарды көп жақты қақтығыстарды шешуге пайдалану керек деді. Яғни мен кешірім сұраймын, мен қайталап отырғаныма, яғни келіссөздер кезінде бизнес мәселесін шешкенде сіз өзіңіз тарапыңыздан айтатын бір мәселелер, ұсыныстарыңыз болу керек. Қандай оның инструменттері бар Біріккен ұлттар ұйымының осы қақтығыстарды шешу үшін, өзінің қақтығыстарды аяқтау үшін қандай ресурстары бар? Мысалы, Украина мен Ресейдің арасындағы мынау қақтығыстарды шешуде. Өте күрделі жағдай болып отырған Ресей мен Украина арасындағы. Біріккен ұлттар ұйымынан басқа да бұл мәселені шешуге араласатын ұйымдар бар. Демек, яғни осы қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге күш-жігерлерін салу керек. Бұл соғыс өте, бұл мысалы бейбіт жолмен шешуге әкелу үшін өте қиын жағдайларға соқтығады. Бұл өте қиын бейбіт жолмен шешу бұл қақтығыстарды. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы барлық инструменттерін осыған жұмсау арқылы шешу керек бұл мәселелерді. Яғни соғыс санкциялар салынып жатыр. Бұл сол мәселелерді шешу үшін осы қақтығыстарды. Ол қайтадан керісінше осы санкциялар салуды тоқтатып, бейбіт жолмен шешуге тырысу керек. Яғни бұл көп жылдарға созылмауы керек бұл қақтығыстар. Соны шешудің жолдарын іздестіруіміз керек. Бейбіт жолмен шешудің жолдарын. Мүмкін Біріккен ұлттар ұйымы жаңа түрлі инструменттерді ұсынуына болады Біріккен ұлттар ұйымының. Бұл мен айтайын деп отырған ең алдымен бұл, яғни мысалы бейбіт жолмен шешу жолдарын іздестіру керек жергілікті жерлерде. Мен кез келген қақтығыстарды айтып тұрған жоқпын. Бұл нақ сол Украина мен Ресей арасында қақтығысты айтып отырмын. Яғни бейбіт келісім жасау арқылы шешу керек осы қақтығыстарды мысалы. Бұл қақтығыс ерте ме кеш пе аяқталады, бірақ біз әлі соны бейбіт жолмен шешудің әлі жолын таба алмай отырмыз. Ресей мен Украина екі жақта өздерінің, яғни келіссөзге дайын екендігін білдіріп отырған жоқ. Олар кез келген қақтығыстықтарда тиісінше бір шешіммен шешілетін кездері де болады. Басқа түрлі бағдарламалар ойлап табу керек осы мәселені бейбіт жолмен шешуге. Яғни екі жақта да сол ұсынысты қабылдайтындай бір бағдарламалар жасап шығару керек Біріккен ұлттар ұйымының. Бұл одан кейін, соғыстан кейін олар өмір сүру керек олардың бәрін. Бұл жерде мысалы айтып отырғаным, яғни екі жақтың да қабылдай алатындай шешім жасау керек. Мысалы айтуымыз керек, біз мынандай жолмен шешкіміз келеді бұл қақтығыстарды деп, сол шешетін жолдарды көрсетуіміз керек. Екі тарапта бұл осыны түсіне білу керек, мысалы ұсынып отырған ұсыныстарды. Олардың екі жағы да қабылдай алатындай ұсыныс болуы керек. Осы тек сөзбен ғана емес, іспен де соны көрсету керек. Бұл бізде қақтығыстар өте көп. Мьянмада, Конго республикасында мінеке қақтығыстар болып жатыр. Осының бәріне Біріккен ұлттар ұйымы шеше алмай отыр. Жаңа мен айтып кеткенімдей, Біріккен ұлттар ұйымы ол күшпенен, оларды зорлықпенен мысалы шеше алмайды, оларды бейбіт келісімге келтіре алмайды оларды. Біріккен ұлттар ұйымы
есікті ашып өзінің ұсыныстарын айту керек. Олар тараптардың бәрі келіссөздерге жасауға отыру керек олар. Біріккен ұлттарсыз да шеше ала ма олар сонда? Бұл қақтығыстар бір-біріне ұқсайды. Өйткені осының бәрі бұл ұзақ болып кетуі мүмкін. Бұл қайсы бір моменттер пайда болғанға дейін. Сондықтан жалпы ұсыныстарымыз, яғни бұл қақтығыстар тоқтамайды. Егер біз екі тараптың бір жағы жеңіліске жетпесе, немесе одан әрі соғысты жалғастыра алмайтын болса, сол кезде ғана тоқтайды бұл қақтығыстар. Осыған байланысты сіз дұрыс сұрақ қойдыңыз. Біріккен ұлттар ұйымы бұл үшін не айта алады, олар не қандай көмек бере алады? Олардың, мысалы, арнайы өкілдердің институттары бар. Мирослав солардың бірі, мысалы. Ол осы бағыттарды жұмысты жақсы білетін шығар. Бірақ түрлі, мысалы, критерийлері бар. Өңірдің тілін түсіну білу дегендей. Сонымен, яғни біз осы барлығына да қол жеткізе алам деп ойлау мүмкін емес бұл. Бірақ кейде сіз, яғни көп қиын жағдайларға кездесесіз, оны тек реформасыз шеше алмайтындай кездер болады. Оның Кофи Аннанның жеке өкілі болды. Батыстағы Сахарадағы қақтығыстарды шешуде. Сол кезде олар сол мәселені шешкен болғанымыз. Сол кезде ол өзі жеке оның мүшесі болды. Біріккен ұлттар ұйымының ол ақш-тың экономикалық қуатын пайдаланды, соның ықпалын пайдаланды. Осының бәрін олар соның артында, мысалы, 6-шы флот бар екенін олар түсінді. Ол келісімге қол жеткізе алды. Сол кезде міне Бутафлидің президенті менен Алжирде. Осы қазіргі кезде біз осы түн ортасында ұшып келген кезде Полисариге біз Полисаринің хатшысы айтты, бізге ұсыныс жасады, біз бірақ оған келіскен жоқпыз. Келесі кездесуде біз тағы да Полисаринің бір мүшесіне айттық. Яғни Джеймс Бейкер бір күні түн ортасында тұндаға көшіп келген кезде сізге әділ шешім қабылда десеңіз, одан кейін сізге қабылдауға сіз кедергі келтірдіңіз. Бұдан кейін сізге кім келеді, сонда ұшып келе алады? Түн ортасына қарамай көшіп келген сол. Оған қарамастан. Яғни бұл сол кезде қақтығыстар бұл жетімнің қақтығысындай болды. Алжирдің ортасында артында Совет үкіметі тұрды. Оның сонымен саған сәйкес ол жетімдері қақтығысы деп атауға болады оны. Біз жаңа реформа туралы айттық қой, жаңа сіз айттыңыз. Сіз сұрайым дедіңіз, сіз әрі қарай тағы бастап кеттіңіз, жұмысыңызды бізден бірдеме сұрайым деп едіңіз ғой. Біз өте тығыз Европалық одақпен тығыз жұмыс істейміз, сонымен бірге ОБСЕ-мен жұмыс істейміз, өңірлік ұйымдары өте маңызды рөл атқарады. Сізден өткенде, мен сізден сұрайын дегенім, сіз бұл да Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бар. Осы жағдайларды жақсы шеше алады, олар ықпал ете алады Біріккен ұлттар ұйымы. Бірақ батыстағы Балканға қарайтын болсақ, олардың мысалы бүгін сол Батыс Балканның мысалы президенті осы проблемаларды
шешу керектігін айтты. Жаңағы ескі терминдер, сөздерді түзету керек дегенде, бұл жерде Еуропа одақтың рөлі өте зор. Яғни Белград пен Пришвин ортасындағы диалогта да олардың рөлі зор болды. Тиісінше өте мотивация бар бұнан ынтымақтастықты жасауда. Бізде сондай керемет біз деп айта алмаймыз. Яғни бізде мысалы Біріккен ұлттар ұйымының мәселесін сондай көп келіссөздерде мысалы ресурстарды пайдаланып барып шешіледі көптеген масала. Ал қазіргі уақытта әңгіме тек мынау теріс жағын ғана қарамаймыз. Біз бір фантастикалық қауіпсіздік кеңесі бүгіннің өзінде келісімге келіп отыр. Колумбияны келіссөз арқылы мысалы шешіп жатыр мәселелерін. Қайырымдылық рөлі күшті. Біріккен ұлттарының саяси миссиясы қазір қақтығыстардың бәрін әлемдік бейбіт жолмен шешті 16 жылы. Сол кезде осы келісімге қол қойылды. Мысалы бейбіт келісімге қол қойды. Қазір сол кезде босаған Біріккен ұлттар ұйымының қатысуымен шешілді осы мәселенің бәрі. Сол кезде біз ойладық, Біріккен ұлттар ұйымының қолдауы барлық жерде де керек болады деп. Яғни сол кезде Пан Ги Мун бас хатшы маған айтты, Гаванаға бар деді. Яғни бас тараптарменен келіссөздер жүргіз деп. Сол жерде біздер мысалы бейбіт келісімдерді жасауға біз күш-жігерімізді жұмсадық. Сөйтіп Колумбияның 3-ші президенті мысалы бейбіт келісімменен ғана шештік. Осы біздің келісіміздің соңғы жағында, соңғы сатысында біз ұлттық қорғау партиясы мысалы өздерінің атқылауын тоқтатты, соғысын өз тарапынан. Сол кезде Украинада мысалы еске түсірілді, Сирия, Ливия, Судан, болатын бәрін мысалдарын келтіруге болады. Бұл қақтығыстардың бәрі әрине күрделендіре түсіреді әлемдегі жағдайды. Егерде біз Украинадағы соғысқа алатын болсақ, бас хатшы өте нақты айтты. Олардың құқығын кім бұзғанын нақты айтты. Ал шындап келгенде бізде яғни біздің барлық 5 мүшесі де бәрі осы мәселеге тартылды. Сонымен бірге Қытай да мысалы ол нейтралды көзқараста отыр. Қытай яғни бейбіт жолмен шешуді қолдап отыр. Бұл жерде яғни өзекті ойыншылардың бәрі яғни шешім, яғни Украинаның басшысымен шешімге келу керек екендігін айтты. Яғни мен мысалы кеше ойладым, біз не нәрсеге тірелгенімізді айттым. Яғни терроризмнің мысалы терроризмнің көбейіп келетқандары, қаржылық жағдайлардың қиындауы дүние жүзінде, бұның бәрі де әрине оны қиын жағдайға келтіреді. Осы сын-қатерлердің бәріменен Біріккен ұлттар ұйымының қатысуымен шешуіміз керек осы мәселелердің бәрін. Рахмет сізге. Осы мынау тізбе Біріккен ұлттар ұйымының қандай нәрселерге қатыса алады, қандай шаруалар қатыса алады деген тізбе тұр. Сіз бұл Біріккен ұлттар әлемдегі барлық проблемаларға тартылған. Өйткені осы мысалы мүшелердің бәрі осы Біріккен ұлттар ұйымы барлық жағдайға қатысатыны, яғни қайда болса да олар осы мәселелерді бәріне қатысы болады.
яғни бұл қақтығыстарға да Совбездің тұрақты 5 мүшесі де осыған бәрі қатысады. Белгілі біздің бұрынғы мысалы қатысушылардың бәрі осы мемлекеттердің ол мемлекеттерден мүшелері Біріккен ұлттар ұйымының, яғни олар бәрі бірауыздан қабылдады, яғни барлық мәселелерге Біріккен ұлттар ұйымының жаңа мүшелерінің қатысуы міндетті екенін. Мен жаңа айтып кеткенде, Біріккен ұлттар ұйымы бұл бәрі біз осы Біріккен ұлттарымыз. Оларды яғни бас ассамблеясы бәрі бүкіл мемлекеттер өзімен бір-бірімен қимылда қатысты болады. Яғни бұл мәселелерді талқылағанда бәрімізде қатысып талқылауымыз керек. Бұл мемлекет мүшелерін, Біріккен ұлттар ұйымына қатысатын мүшелерге де қатысты бұл мәселелердің бәрі. Егер біз жаңа технология тураларды айтатын болсақ, IT технологияларды айтатын болсақ, бұл жерде Еуропалық одақ оларда жетекші, осының бастамашысы болып отырған. Яғни бұл осы бар қақтықтарды ретке келтіруде осы Біріккен ұлттар ұйымының рөлі зор. Басқа өңірлерде де бұдан басқа қақтығыстардан басқа да мәселелері бар. Сол оғанда Біріккен ұлттар ұйымы ол да қатысады сол мәселелерді шешуге. Жекелеген елдерде Біріккен ұлттар ұйымы ол мақсатты түрде барлық мәселелерді шешуге қатысады, талқылауға қатысады. Осы проблемалармен біз қалай істеуіміз керек? Біріккен ұлттар ұйымының мүше мемлекеттері, егер бізде ғаламдық сын-қатерлер болса, климаттың өзгеруі, басқа да проблемалар болса, мысалы әлемдік қауқымдағы, біз осының бәрінде осынды ауқымда шешуіміз керек, осы мәселелердің бәрін. Бұның бәрі басқа мәселелерге де ықпал етеді. Бізге платформа керек, бізге ұйым керек. Яғни қайсы бір жаңа жолдарды, бейбіт жолмен шешетін жолдарды ұсынатын ұйым керек. Мен Қазақстанға осы форумды ұйымдастырған үшін алғысымды айтамын. Өйткені бұл болашақтың жолын көрсетеді осындай форумдар. Біз тағы да сіз не істей аласыздар, қандай табысқа жету үшін? Қазақстан осы өзін қолдау көрсетуде белсенді болуы керек. Сол сондықтан өзіне қиынды міндеттемелер ала ма? Мысалы, индустрия полигон осы жерде жабылды, қазір Орталық Азияда. Ядролық қарудан бос аймақ ретінде жұмыс істеп жатыр бұл жер. Сондықтан да тиісінше келіссөздер жүргізу үшін мүмкіндік бар бұл жерде. Қазақстанда цифрлық технологиялар, климаттық өзгерістер, жасыл экономика бәр мәселесінде Қазақстан осы жерде өзін басшы ретінде, өңірдегі басшы ретінде көрсетуге тырысады қазір. Жаңа осы көп айтып кеткен, біз қалай осының бәрін іске асыру керектің жолдары айтылады. Сөз жоқ. Көп нәрсе істеуге болады. Егер де біз іс-әрекет туралы айтатын болсақ, көп мәселелер әлі істелген жоқ, алда тұр. Президент Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы офисінде мысалы бас хатшы болды. Ол осы системаны өте жақсы біледі, оның қалай жұмыс істейтінін, мысалы өзара қарым-қатынас сияқты. Ол бас хатшы Гутерришпен бірге жұмыс істеген болатын. Қашқын босқындар мәселесінде комиссары болды. Сондықтан
біз бұл жеке біз теке ғана осы тағы бір біріккен ұлттар ұйымы біз үшін істейді деп отырмауымыз керек. Бізде өзімізде қимыл жасауымыз керек. Мысалы, мен сізді анекдотыңызды айтқым келеді. Мына дипломатиялық орталығында жұмыс істеген кезімде, мысалы, қаншама қақтығыстар болды дегенде, мен сұрағым келді сол кезде. Сіз ол қақтығыстардың қанша екенін білетін болсаңыз, өзіңіздің мысалы жауап беретін өзіңіздің мәселеңіз болады. Ол салаңыз. Яғни елдің бәріне жала жаппай, тек бәрін өзің мойныңызға алатын міндеттер болады. Әрине біз ол ынтымақтастық арқылы шешіледі ол мәселелер. Яғни мысалы реформа жасаудың қажеттігі туралы мәселені біз қолдаймыз. Мысалы бұл өте проблемалар күрделеніп келе жатыр күннен күнге әлемде. Сондықтан біз тұрақты мысалы мүшелер туралы айттық. Біріккен ұлттар қауіпсіздік кеңесінің Қытай, Ресей мен Қытай, басқалар тиісінше басқалар да осының бәрі өзінің шараларын ұсына алады олар. Бұл Билл Клинтонның әкімшілігі кезінде де осы мәселелер көтерілген. Яғни қандай да бір елдер ветосы болмау керек. Яғни бұл құқықтан ешқайсысы да бас тартпайды. Сондықтан да Біріккен ұлттар ұйымына қазіргі уақытта әрине осы ағымдағы нақтылықты, шынайылықты зерттелеу керек еді. Яғни қандай проблемалармен қазір күресіп жатыр, әлемде қандай күрделі қиындар жағдайлар болып отыр. Қандай осы проблемалар бір-бірімен өте қатты тығыз байланыста болып отыр. Мысалы, сәйкесінше Қытай бүгінгі таңда қандай бұрынғыдан қарағанда байланысты болып отырғанын жеткізіп отыр. Яғни осы жерде біз бір-бірімізге қол ұшын беріп, осы проблемаларды шешуге көмектесуіміз қажет. Яғни дұрыс тұрғы табуымыз қажет. Осы бір-бірімізге деген осы сенімділікке ие болуымыз керек. Осы жерде Біріккен ұлттар ұйымы, халықаралық ұйым осы бойынша жұмыс жасау керек. Яғни бұл жерде бұл мәселе қазіргі уақытта өте қажет болып отыр. Бүгінгі таңда осы сессия осымен аяқталады.